Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен осы видеода қайтадан қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі сіздерге жасап көрсететін тағамым ұйғыр халқы асханасының өте дәмді тағамы Джапанжи тағамын бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағам күнделікті жасап жүрген тамақтарыңыздан өте ерекше болмақ, себебі бұны дайындап жеген кезде сіздер міндетті түрде кофені еске түсіретін боласыздар. Бұл тамақты дайындау мен үшін өте қызықты болды. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сізге сәт достар. Бізге қажетті заттар ең алдымен ет қажет болады. Ет менде жас төлдің еті, лақтың еті, сіздер тауықтың, сиырдың, қойдың етімен де жасай берсеңіздер болады. Одан соң 4-5 дана үлкенірек картоп алдым, бір бас пияз және осындай 4-5 сарымсақтың тісшесі керек болады. Міндетті түрде осындай жартылай ащы бұрыш керек болады, бір дана тәтті бұрыш және сельдерей, имбир және 2-3 дана қалампыр, гвоздика бар ғой, сол керек болады. Негізі оригинал рецепт бойынша имбир мен сельдерейдің кәдімгі шөп түріндегісін қолданады. Ал менде ол болмағандықтан осындай ұнтақталған түрін алдым. Сіздер де мен сияқты жасап көріңіз. Мен ең алдымен қазанға салқын су құйып, етті бір қайнатып алатын боламын. Сол кезде еттегі артық сөлдер, қандар, көбіктер бөлініп, біздің етіміз қуырғанда тап-таза әдемі болып тұратын болады. Және бұған көп уақыт кетпейді, жарты сағат жеткілікті болады. Енді осы ет қайнағанша мен көкөністердің барлығын турап, қазір дайындап қоямын. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мына жақта менің етім де қайнаған екен. Енді көбігін алып, етті түсіріп аламын. Енді қазір осы етті де картоп секілді кубиктап турап аламын. Қазандағы суды төгіп, ішін құрғатып, 100 грамм сұйық май қоямыз, яғни 1 кеседей. Енді осы майға 2 ас қасық қант саламыз. Қант еріп, қоңыр түсті карамельге айналған кезде етті салып қуырамыз. Етті осылай 2-3 минут бойы араластырып тұру керек, себебі күйіп кетуі мүмкін. Әдемі қызыл сары түске айналады. 1 ас қасық тұз саламыз. Пиязымызды саламыз. Одан кейін жаңағы сарымсағымыздың тек жартысын ғана саламыз. 2-3 минут қуырамыз. Қыздар, үнемі араластырып тұрамыз, себебі күйіп кетуі мүмкін. Бір-екі ас қасық томат пастасын қосып, кішкене қуырып аламыз. Енді картопты салып, бір ас қасық осындай соя тұздығын қосып, 1-2 минут араластырамыз.
Енді су құямыз. Мен етімнің және картоптың мөлшеріне қарай 3 шай кесе су құйдым. Егер де сіздер тауық етімен болса және картоптарыңыздың мөлшері аз болса, 1-2 кесе су қоссаңыздар жеткілікті. Енді отымыздың астын баяулатып, картоғымыз жұмсарғанша баяу отта 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, мен 20 минуттай бұқтырып алдым. Еті де картоғы да жұмсарып пісіп қалыпты. Енді жартылай ащы бұрышымызды, тәтті бұрышымызды, содан соң сарымсағымыздың жартысы қалып еді ғой, соны қосып жібереміз. Енді дәмдеуіштерді қосамын. 1 шай қасық сельдерей қостым, 1 шай қасық паприка, одан соң имбирден қасық ұшымен ғана қостым, себебі бұл имбир деген ащы болады. Бұл жапанжи тағамы негізі ащы болады екен. Балалар жей алмайтын болғандықтан мен қасық ұшымен ғана қостым, бірақ осы жеткілікті болды. Балалар ашырқанбай жеп алды. Және 3-4 қалампыр қосамыз. Бұл дәмдеуіштер аса қымбат тұрмайды. Дүкендердің барлығынан табылады. 80-100 теңге ғана тұрады әрі кетсе. Бір алып қойсаңыздар, біраз уақытқа жететін болады. Міне мен барлық дәмдеуіштерімді салдым. Енді жеңіл ғана бір араластырып, қақпағын жауып, 2-3 минут баяу отта бұқтырып алатын боламыз. Тек қана 2-3 минут бұқтырамыз. Өйткені біздің тәтті бұрышымыз, жартылай ащы бұрыштарымыз езіліп кетпеу керек. Егер су аз деп ойласаңыздар, шамалы бар 1 кеседе ме, жарты кеседе ме ыстық су құйып жіберсеңіздер болады. Міне достар, осымен жапанжи тағамы дайын болды. Осылай жей берсеңіздер де болады, немесе мен сияқты гарнирмен ұсынсаңыздар да болады. Мен гарнирге шашырап тұратын күріш пісірдім. Себебі бұл тез бітіп қалатын сияқты, жетпей қалатын сияқты болды да. Сондықтан осылай күрішпен ұсынып жатырмын. Сіздер өз еріктеріңізде пюремен, макаронмен, немесе осы күрішпен де жасай берсеңіздер болады. Ал достар, осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Дәл мейрамханадағыдай, ұйғыр асханасындағыдай болып шығады. Одан ешқандай кем емес. Жасап көріңіздер. Тағы менен қандай рецепттер күтесіздер, комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Егер осы видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл маған шабыт береді. Келесі видеода аман есен жүздескенше сау болыңыздар.